намаз сенің ақыретіңді шешіп беретін дүние екен. Ақыретіңді орнықтыратын, жақсылыққа қарай бастап беретін дүние болса, сенің дүниелік мәселеңді шешіп бере алмайды деп ойлайсың ба? Осы дүниедегі болатын проблемаңды шешіп бере алмайды деп ойлайсың ба? Әлбетте шешіп береді. 2 ракағат намаз бүкіл дүниеңіздің мәселесін шешіп береді. Өйткені сіз құдіреті күшті болған Алла тағаланың алдында тұрсыз. Біліңіз, Алланың қазынасы бар. Оның кілті тек қана Аллада. Басқа өзге ешкімде емес. Әлемді басқарып отқан біреуде емес. Илон Маск та емес. Марк Цукербергтер олардың қолында емес. Алланың мейірімінің, рахымының, қазынасының, шексіз байлығының кілті тек қана өзінде, және Алла оны қалағанына өзі үлестіреді деген сөз. Сол себепті намаз сіздің дүниелік проблемаңызды шешуші бір құрал ретінде біліңіз. Раббыңыздың разылығына жеткізетін, Раббыңызға өте жақын еткізетін және ең сүйкімді амал екенін сіз біліңіз.